Еркебұлан ағай, не істеп көресіз ба? Поделиться экранын істеп көресіз ба? Аша көрінді. Көрініп тұр ма екран? Иә, көрініп тұр. Сендерде бұл нешінші сабақ? Неше сабақ болды осыған? Төртінші ма, бесінші сабақ қой деймін. Төртінші сабақ. Төрт. Жақсы, қазір ережелер жазылған. Енді микрофонды мұғалім рұқсат еткен кезде ғана қосыңыз. Енді мына жерде қазір оқушылар көп. Сұрақтың жауабын шығарсаңдар. Енді айтып отырсаңдар болады, бірақ бір-екі рет қана айтсаңдар жеткілікті. Қайта-қайта айтып шулап кетсе, қазір басқаларға естілмей қалады. Сол үшін или комментарий чатқа жазсаңдар болады, немесе бір рет жаңа айтып, сосын микрофон өшіріп қойсаңдар болады. Одан кейін микрофон камераларыңызды қосып қойыңыздар. Ол камераны сендер сабақ жазып отырсыңдар ма, тыңдап отырсыңдар ма, соны қарап отыру үшін керек. Егер қосып қою мүмкіншілік болса, қосып қойсаңдар жақсы болады. Одан кейін мына ат жөндеріңізді айтады, өз аты жөніңізді және қай достық, қай қаладағы достық, соны жазып қойсаңдар. Мына жақта ағай апайлар бар, тізімді қарап отыратын. Солар қарап түгелдеп алады, кім бар, кім жоқ екен. Тақтаға жазбаймыз, экранға жаңағыдай Zoom арқылы ешнәрсе жазбаймыз, өйткені басқаларға кедергі келтіруі мүмкін. Сұрақтар болса, микрофон қосып сұрасаңдар болады, түсінбеген жерлер болса. Бірақ тақтаға ешнәрсе жазбай қойыңдар. Мұғалім ғана жазады. Бесінші ереже сабақ кезінде және чатта сабаққа қатысы жоқ нәрселер. Енді әзілдер, басқа нәрсе жазбай қойып, бізде өзі шектеулі уақыт, 1 сағат мұқият тыңдап, керек жерлерін сұрап үйреніп алыңдар. Сосын дәптер, қалам, өшіргіш сызғыштар керек болса, дайындап қойыңдар. Сосын қазір сабағымызды жайлап бастаймыз. Қазір мен байласайын. Мына жерде жанына мен чатты қосып қойдым. Менде ноутбук емес, iPad, сол үшін маған осылай ғана көрсетілген ыңғайлы болады. Егер есептің жауабын шығарып жатсаңдар, немесе сұрақтар болса, осы чатқа жазсаңдар, бәрімізге көрінеді. Мен сол осы жерден оқып, жауап беріп отырамын, жақсы ма? Қазір былай жасайық. Онда жайлап бастай берейік, оқушылар өздері қосыла береді. Мына жерде бізде бірінші есеп көрінетіндей қылып үлкейтіп қойдым. Бірінші бізде мынандай өрнек бар. Осы өрнекте А 5-ке тең болған кезде мәнін табу керек. Енді мына жерде 3 нүкте нені білдіреді? 3 нүкте деген жалпы осылай жалғасады деген сөз. Мына жерде бір заңдылық бар, сол жалғасады. Енді өрнекті толық жазып шығайын, түсінікті болу үшін. А азайту 1, А азайту 2, әрі қарай А азайту 3, одан кейін А азайту 4, одан кейін А азайту 5, одан кейін А азайту 6 болады. Сосын А азайту 7 болады. А азайту 8, азайту 9. 0. Қазір. Жауабы 0 болады, дұрыс. Бірақ кейбір оқушыларға мүмкін түсініксіз болатса түсіндірейін. 0 деп тапқандарын дұрыс, молодец. Бұл жерде не үшін 0 болады? Себебі сандардың арасында бізде бір жақша бар, А азайту 5 деген. Осы жақша 5 азайту 5 болған кезде 0 болып кетеді. Ал біз білеміз, көбейту болған кезде, егер бір сан 0 болса, онда барлық сандарды көбейткен кезде 0 шығып кетеді. Дұрыс, шығару жолы жауабы 0 болады. Себебі арасында бізде 0 деген сан кездеседі. Түсінікті ғой, 3 нүкте жалпы осылай заңдылық жалғасады деген сөз. Бұл жерде бұл есепте маңызы арасында 0 деген сан бар, соны байқау керек.
Келесі. Келесі екінші есеп сатылы бөлшек берілген. Осы жерден x-ің мәнін тауып, одан кейін бізге 4x қосу x-ің үшінші дәрежесін есептеу керек. Ем жайлап үлкейтейін. Енді сатылы бөлшектің біз ең астында тұрған бөлімінен бастаймыз. Бізде 1 1 қосылған 1/2 Ағай, 1. 16 Бұл бола ма? бізде 16 бұл ол. бізде 2 тең. 16. 16. Дұрыс. 16. Чатқа жазсаңдар болады. Микрофонмен айтпай ақ қойыңдар, чатқа жаза салыңдар, иә. 16 болады. Мына жерде бөлімі бізде 16 2. болады. Иә. Оқушылар, мен сендердің микрофондарын өшіріп қойдым. Сұрақтарың болса, немесе жауаптарын тапсаңдар, осы чатқа жазыңдар. Осы жерден қарап отырамыз, кім шығарған, кімде қандай жауап. Бірақ микрофондарыңды өшіріп қойдым, жақсы ма? Осы жерге ғана жазасыңдар. Мына жерде бөлімі бізде 2 болады. Одан кейін келесі бөлімге өтеміз. 2-ден 1 қосу, тағы да 2-ден 1, ол бізде 1-ге тең болады. Демек, мынау бөлімі бізде жалпы 1 болды. Одан кейін 1 қосу 1, яғни x бізде 1 қосу 1, 2. Жалпы x мәні 2 екен. Соны аламыз да екінші өрнекке апарып қоямыз. Яғни 4 көбейту 2 қосылған 2-нің кубы. 8 қосу 8, 16. Дұрыс, 16 деп тапқандарың дұрыс. Келесі, үшінші есеп. Бізде мынандай суретте 4 ұлудың жүрген жолдары көрсетілген. Бірінші ұлудың жолының ұзындығы 25. Жалпы есеп оқыған кезде мынандай маңызды жерлерін қоршап отырсаңдар болады. Екінші ұлудың жолының ұзындығы 37, үшіншісінікі 38. Сұрақ төртінші ұлудың жүрген жолының ұзындығын табыңыз дейді. Енді мына суретке қарайық. Бірінші ұлу жалпы жүрген жолы ұзындығы 25 дейді. Мына жерде бізде қарасаңдар 5 кесінді бар, оны әрқайсысы демек 5-ке тең. Мынау 5, мына жер 5. Жалпы осындай диагональ немесе қиғашынан тұрған кесінді ол бізде 5-ті білдіреді екен. Келесі екінші ұлу жалпы жүрген жолы 37 дейді. Біз қарайық, суретте бізде қиғашынан тұрған жерлердің барлығы 5-ті білдіреді. Мынау бізде сурет, мына жер бізде 5-ті білдіреді. Мынау қиғашынан тұрғандар. Мынау қиғашынан тұрған тағы да 5-ті білдіреді. Мынау да 5-ті білдіреді. Мынау да 5-ті білдіреді. Және мынау қиғашын 5-ті. Жалпы бізде 25, одан кейін қосу. Енді тігінен тұрған нелер бар. Тігінен тұрған сызықтар бар мына жерде. Мына жасылмен бояп қойын. Тігінен тұрған сызықтар. Осылардың ұзындығын табымыз. Бұндайдан бізде қанша бар? 4 бар екен. Енді жалпы 37 болу үшін олар бізде 12 болу керек. Демек, біз не білеміз? Тігінен тұрған сызық ол бізде 3-ті білдіреді. Келесі, үшінші ұлу жүрген жолы 38 дейді. Үшінші ұлудың жүрген жолы 38. Енді осыны есептейік. Ол 38 болса, біз мына тігінен тұрғандарды білеміз. Бұлардың барлығы бізде 3-ке тең. Бұлардан қанша бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар екен. 6 ол бізде 18 болады. Жалпы 38 болса, қалғаны 20. Қалғаны ол бізде былайнан көлбеу тұрған сызықтар. Бұлардан бізде қанша бар? 1, 2, 3, 4, 5 бар екен. 20-ны 5-ке бөлсек, әрқайсысы нені білдіреді? 4-ті білдіреді. Сонда біз көлбеу тұрған кесінді 4-ке тең екенін таптық. Енді сұрақ былай. 4-ші ұлудың жүрген жолын есептеуіміз керек. Біз әр бірінші, екінші, үшінші суретте біз жеке-жеке әр кесіндінің қанша екенін ұзындығын тауып алдық. Енді 4-шісіне есептейміз. Жауап 35 дейді, қазір тексереміз. 4-шісіне есептейік. Көлбеу, мынау диагональ, ол бізде 5-ті білдіреді. Мынау 5. Тігінен тұрған ол бізде 3-ті білдіреді. Көлбеу жатқан ол бізде 4-ті білдіреді. Мынау 3, мына жер 5. Мынау бізде 3, 4, мынау 3. Одан кейін мынау бізде 5. Жалпы осындай сандар, ұзындықтар. Осының барлығын қосамыз. 5-ке 3 қосасын 8, 4 қосасын 12, қайтадан 3 қосасын 15, 20, 23, 27, 30, 35. Жалпы
ұзындығы 35 екен. 35 деген дұрыс. Жалпы сұрақ мынандай болды. Жауабы 35. Көбісі шығарған. Дұрыс, жарайсыңдар. Келесі есеп түсінікті болса, онда келесі есепке өтейік. Келесі есеп астында орысшасы да бар, енді қазақшасын қарайық. Минус 7 санына қарама-қарсы болатын қарама-қарсы санын табыңыз дейді. Мына жерде жанытпаш сияқты жазылған. Бірақ бізге жалпы қарама-қарсы сан екенін бір қайталап, қарама-қарсы сандар деген нені білдіреді? Қарама-қарсы сандар. Қарама-қарсы сан деген ол таңбалары әртүрлі сандар. Мысалы, минус 7 болса, оған қарама-қарсы сан плюс 7 болады. 2 болса, оған қарама-қарсы сан минус 2 болады. 3 болса, оған қарама-қарсы сан минус 3. Яғни тек қана таңбасын өзгерту керек бізге. Қарама-қарсы сан деген осы, таңбасын өзгертеміз. Мына жақта бір оқушы жаңа 7-тен 1 деп жазды. 7-тен 1 деген ол кері сан. Егер кері сан деп айтылса, сендерде кері сан. Мысалы, 7 болса, оған кері сан 7-тен 1 болады. Немесе 3-тен 2 болса, оған кері сан 2-ден 3 болады деген сияқты. Кері сан деген алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Қарама-қарсы сан деген таңбасын ауыстырамыз. Айырмашылық осы жерде. Енді есептің шартын қайттан қарайық. Мұқият оқыңыз. Минус 7 санына қарама-қарсы. Бірінші рет айтылған кезде біз таңбасын өзгертеміз, сонда плюс 7 болады. Минус 7 санына қарама-қарсы ол 7. 7 болатын қарама-қарсы санның дейді. Оған қарама-қарсы сан минус 7. Сосын тағы да оған қарама-қарсы сан, ол қайттан плюс 7. Яғни негізгі жауабы плюс 7 болады. Мына қарама-қарсы деген 3 рет айтылған. Таңбасын 3 рет өзгертеміз. Минус 7 плюс 7, минус 7 қайттан плюс 7. Жауабы 7 болады. Енді мұқият болу керек. Қанша рет қарама-қарсы сан деп айтылған, сонша рет таңбасын өзгертеміз. Енді мына жерде жауаптар әртүрлі. Біреулер плюс 7 деп айтқан, кейбіреулер минус 7 деп айтқан, 7-тен 1 деп айтқан сандар болды жауаптар. Жалпы көбісі дұрыс шығарған, жарайсыңдар. Енді бұл есеп мұқияттылыққа берілген есептер ғой, мұқияттылыққа. Мұқият оқу керек, мұқият болу керек. Келесі, 5-ші есеп. Сабынның көлемі әр кір жуған сайын 20%-ға кішірейеді. Қанша кір жуғаннан кейін сабынның жартысынан аз емес көлемі кішіреді. Мына жерде мұқият оқу керек, жартысынан аз емес. Яғни бізге жартысынан көбі кетіп қалу керек. Жартысынан көбі қолданылу керек. Енді бұл жерде шығару жолы әртүрлі. Басында сабынның көлемін, мысалы, өздерін алсындар болады, 1000 деп, 100 деп деген сияқты. Немесе өзіміз шығарсақ болады. Жалпы кішірейді деген сөзді түсінейік. Кішірейді деген сөз демек азаяды. Ең бастапқы сабынның көлемі ол бізде 100% деп саналады. Ең бастапқы сабынның көлемі әрқашан 100% деп саналады. 20%-ға кішірейсе, демек әр кір жуған сайын бізде 80% қалады. Әр кір жуған сайын бізде 80% қалады. 80% деген ондық бөлшекпен жазсаңдар 0,8. Әр кір жуған сайын бізде 0,8 сабын қалады. Енді 0,8-ді қанша рет көбейтсек, өйткені әр кір жуу деген ол бізде көбейту. Қанша рет көбейтсек, бізде жартысынан аз сан шығады. Жартысынан аз көлемі деген жалпы мағынасы былай: сабынның жартысынан азы қалу керек бізде. Жартысынан көбі қолданылу керек, жартысынан аз бөлігі қалу керек. Әр кір жуған сайын біз 0,8-ге көбейтеміз. Мысалы, бірінші рет кір жуған кезде бізде 20% кетеді, 80% қалады. Екінші рет кір жусақ, демек тағы да 0,8-ге көбейтеміз деген сөз. Сонда бізде 0,64 бөлігі сабыннан қалады, ал қолданылғаны қанша болды? Қолданылғаны 0,36. Бұл екінші рет кір жуған кезде. Мынау бірінші рет кір жуған кезде, мынау екінші рет кір жуған кезде. Енді үшінші рет кір жуатын болсақ, үшінші рет кір жусақ, бізде 0,64 бөлігі қалды. Осыны тағы да 0,18-ге көбейтеміз. Себебі әр кір жуған сайын бізде 80% сабын қалады. Енді 0,64-ті 0,18-ге көбейтейік. 60-та 8-ге өтсек 480, 4-те 8-ге өтсек 32, жалпы қоссаңдар 0,512. Бізде әлі жартысынан көп, сабыннан әлі жартысынан көбі қалды. Мынау біздің есептеп жатқандарымыз, бұлар қалғаны. Есептің шарты бойынша бізде жартысынан аз болу керек. Сабынның жартысынан аз бөлігі қалу керек. Бізде әлі жартысынан
көп. Мынау бізде 2/1-ден жартысынан көп қой. Демек 3 рет кір жуған кезде сабынның жартысынан көп бөлігі әлі де қалады. Мұнда біз 4-ші рет кір жуған кезде не болады екен? 0,512 бөлігі бізде қалды. 4-ші рет кір жуған кезде оның 20% кетеді, 80% қалады. Енді 512-ні 8-ге көбейтеміз. Ол бізде 4096. Не, 4-ші рет кір жуған кезде сабынның шамамен 40% қалады. Бұл уже жартысынан аз. Мынау уже бізде жартысынан аз. Жартысы деген енді 0,15 қой. Мынау уже бізде 0,15-тен кіші сан. Демек, 4 рет кір жуған кезде сабынның жартысынан көбі қолданылады, жартысынан азы қалады. Жауабы мына жерде 4 болады. 4 рет қолданған кезде жартысынан көп бөлігі қолданылады. Бұл жерде мәтінді оқыған кезде мұқият түсіну керек. Сұрақтың қойылымы шамалы шатастыруы мүмкін сендерді. Жартысынан аз емес, көлемі кішірейеді дегенді мұқият оқу керек. Жалпы мағынасы сабынның жартысынан көп бөлігі қолданылу керек, жартысынан аз бөлігі қалу керек. Неше рет кір жуғанда. Осылай әр кір жуған сайын 0,18-ге көбейтіп отырасыңдар. Дұрыс жауабы 4 болады оқушылар. 3 деген ол мына жерде дұрыс емес. 3 болған кезде бізде әлі есептің шарты орындалмайды. Жауабы 4 болу керек. Түсінікті ме? Әне пайызға көбейеді, азаяды деген пайызға қатысты есептердің барлығында біз көбейту арқылы шығарамыз. Қанша пайызы қалады, соларды көбейтіп отырамыз. Сол кезде жалпы мәні табамыз. Жалпы көбейту арқылы шығарады бұл есептерді. Бұлай шығарсаңдар қате болады. Басында 100% болды. Мен 20% азайттым. Бір рет кір жуғанда, екінші рет кір жуғанда 20% азайттым. Үшінші рет кір жуғанда тағы 20% азайтам да, менде 40% қалады деген мынау қате оқушылар. Мынау қате. Бұлай шығармаймыз. Пайызға қатысты есептерді бұлай азайтумен немесе қосумен шығармаймыз. Бұл қате шығару жолы. Пайызға қатысты есептердің барлығын көбейту арқылы шығару керек. Түсінікті? Көбейту арқылы шығару керек. Бұлайынан шығару қате болады. Мүмкін бұны білетін шығарсыңдар, бір араларында білмегендер болса, мынаны да ескеріңдер. Мынау бізде қате шығару жолы. Пайызға қатысты есептерді көбейту арқылы шығарамыз. Келесі 6-шы есеп. А бөлінген Б тең С бөлу Д деген пропорциясы дұрыс болатындай координаталық сәуледе С саны қайда орналасуы керек. Бізде басында пропорция берілген, енді бізге С-ның орналасқан жерін табу керек. Есептің шартында мына кесінділер ұзындықтар айтылмаған. Сол үшін бұлар айтылмаған үшін өзіміз не деп алсақ болады? Ұзындықтарын өзіміз бірлік кесінді деп алсақ болады. Мысалы, мынау бізде басы 0-дан басталады, одан кейін А ол бізде 1-ді білдіреді, Б 2-ні білдіреді, ары қарай 3, 4, 5, сосын мына жер 6. Осылай сандарды алып алсаңдар, сонда бізде не шығады? А бөлінген Б ол 2/1 деген сөз. Яғни А Б-ның жартысы деген сөз ғой. Демек, С ненің жартысы болу керек? Д-ның жартысы болу керек. Яғни ол бізде 6-тан 3. Сондықтан жауабы С қай жерде тұру керек? 3-тің орнында тұру керек. Дұрыс жауабы А нұсқасы болады. Жауабы А болады. Оқушылар дұрыс. Бұл жерде кесінділердің ұзындықтары айтылмаған, біз өзіміз 1 деп есептедік та, нөмірлеп шықтық, солай С-ны тауып алдық. Жалпы С-ның орналасқан жері осы жерде болу керек. Ары қарай 7-ші есеп. Мына жерде суреті бар есеп. Суреттегі қамал 3 фигурадан тұрады. Квадрат, тік төртбұрыш және тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш деген барлық қабырғалары бірдей деген сөз. Барлық фигуралардың периметрі бірдей. Мәтіндік есеп оқыған кезде, емтиханда да қолдарында кітапша болады. Сол кезде маңызды жерлерін қоршап қойыңдар. Барлық фигуралардың периметрі бірдей деген бұл біздің есептің шығаруға көмектесетін ең маңызды ақпарат. Квадраттың қабырғасы 9 см. Тіктөртбұрыштың үлкен қабырғасы, үшбұрыштың қабырғасы тең. Ол бәрі айтылған. Тіктөртбұрыштың кіші қабырғасын табыңыз. Сұрақ бізде тіктөртбұрыштың кіші қабырғасы. Мына екеуі бірдей, осыны табу керек. Ал квадраттың қабырғасы 9 деп айтылған. Енді әрі қарай суретпен ғана жұмыс жасайық. Квадраттың қабырғасы 9 болса, мына жер 9, мына жер 9, мынау 9 болса, жалпы периметр 36 деген сөз. Квадраттың периметрі 36 болса, барлық фигуралардың периметрі 36 болу керек.
Демек, үшбұрыштың периметр 36, ал үшбұрыштың 3 қабырғасы бар, ол 36-ны 3-ке бөлсек, әр қабырғасы 12 деген сөз. Демек, мынау қабырға 12, мынау қабырға 12, және астыңғы қабырғасы ол да 12. Ал тіктөртбұрышты білеміз, тіктөртбұрыште қарама-қарсы қабырғалар тең, мына тіктөртбұрыш. Жоғары қабырға 12 болса, төмен қабырғасы ол да 12 болу керек, тіктөртбұрыштікі. Екеуін қоссақ 24, 36 болу үшін периметр, бұл жерде де периметр 36 болу керек. Онда кіші қабырғалары 6 болу керек. Сонда 6 қосу 6, қосу 12, қосу 12, жалпы 36 болады. Шығару жолы осылай, дұрыс жауабы 6 болады. Бұл жерде, бұл есепте ең маңызды шарт, барлық фигуралардың периметрі бірдей. Яғни барлық жерде 36 болу керек. Біз содан бастап шығардық. Алдымен шаршы, одан кейін үшбұрыш, одан кейін тіктөртбұрыш. Мәтіндік есептер оқыған кезде маңызды жерлерін осылай қоршап отырсаңдар болады. Сол кезде есеп шығарып кезде шатаспайсыңдар. Көз алдарында тұрады, маңызды ақпарат бірден еске түседі. Келесі 8-ші есеп. 5 тізбектес натурал сандардың қосындысы 120 дейді. Онда сол сандардың ең кішісі мен ең үлкенінің қосындысын табыңыз дейді. Тізбектес дегенді қалай түсінеміз? Тізбектес. Олар қатар тұрған сандар деген соң, мысалы 1, 2, 3, 4, 5. Бұлар тізбектес. Немесе 13, 14, 15, 16, 17. Бұлар тізбектес. Тізбектес деген солай қатар тұрған деген сөз. Енді бұндай есептерде жалпы теңдеу құрып шығаратын болсақ, ең бірінші санды x деп алсаңдар, келесі сан x қосу 1 болады. Натурал сандардың арасында айырмашылық 1-ге тең. Бірінші сан x болса, келесі сандар 1-ге көбейеді. Екінші сан x қосу 1 болады, үшінші сан x қосу 2 болады, яғни 1-ді қоса бересіңдер. Одан кейін x қосу 3, одан кейін x қосу 4. Мынау біздің 5 сан. Бесеуі белгісіз. Жалпы осы 5 сан. Ең кішісін x деп алдық, қалғандарына 1-ді қосып отыра береміз. Әрі қарай 1-ді қоса береміз. Натурал сандардың арасында айырмашылық 1-ге тең. Енді осылардың барлығын қосқанда 120 шығу керек. Енді барлығын қоссақ, x қосу 1, x қосу 2, x қосу 3, одан кейін x қосу 4. Барлығын қосқанда 120 деген, мынау біздің негізгі теңдеу. Осы теңдеуден x-ті табамыз. Бізде қанша x бар? 5x бар. Одан кейін сандарды қоссақ, 1 қосу 2, қосу 3, қосу 4, ол 10 болады. Енді 5x қосу 10 20-ға тең, 5x 110-ға тең, 110-ды 5-ке бөлсек, x 22. X 22 тең, ол не деген сөз? Ең бірінші сан бізде 22, әрі қарай 23, сосын 24, сосын 25, сосын 26. Бізге керек 5 санды біз таптық. Бірақ сұрақ бұл жерде басқаша сұрақ, ең кішісі мен ең үлкенін қосу керек. Ең кіші сан 22, ең үлкен сан 26. Қоссақ 48. Дұрыс жауабы 48. Жалпы натурал сандар арасында айырмашылық 1-ге тең. Сол біріншісін x деп алсаңдар, әрі қарай x қосу 1, x қосу 1 деп, қосу 1 деп жалғастыра берсеңдер болады. Сұрақтар болса жазасыңдар чатқа. Сұрақтар болмаса әрі қарай жалғастырамыз. Түсінікті ме оқушылар? Шешімі өздеріне керек жерлерін жазып алсаңдар болады. Әрі қарай жалғастырайық. 9-ші есеп. Майкл, Фрэнк және Джон балық аулауға барды. Майкл 12 балық аулады. Фрэнк 9 дейді. Джон қармағын үйде ұмытып кетті. Демек, Джон ешқандай балық аулаған жоқ. Сондықтан ол барлық балықтардан дайындалған сорпадан ішу үшін Майкл мен Фрэнкке 420 теңге берді. Майкл мен Фрэнк ақшаны қаншадан бөліп алады? 3 адам балыққа барған, бірақ екеуі балық аулайды, үшіншісі балық ауламайды. Бірақ үшеуі сорпаны дайындаған кезде бірге ішеді. Енді үшінші адам ақша төлейді, сосын олар қалғандары бөліп алады. Енді мына жерде қараңдар, көбісі 240 және 180 деп айтқан. Негізі бұл жауап дұрыс емес. 240 мен 180 бұл қате. Бұл есепті мұқият қарау керек. Өйткені бұл қиын
есептердің біріне жатады, қиын есептердің қатарына. Бұл есептің жалпы шығару жолы қалай? Шығару жолы былай: біз әр адам қанша балық жегенін табуымыз керек. Бізде жалпы қанша балық бар? 12 қосу 9, 21 балық бар бізде. 21 балық. Бізде 3 адам. Демек, әр адам қанша балықтан жейді? 7 балықтан жейді. Әр адам 7 балықтан жейді. Демек, бізде Джон, мына 3-ші адам, ол 420 теңгені 7 балық үшін төлеген. Енді қарайық. Джон 7 балық, Джон 7 балық алады ғой, 7 балық. Ол кімнен қанша балық алғанын табуымыз керек. Майклда бізде 12 балық бар. Демек, ол Майклдан қанша балық алады? 5-еуін Майклдан алады. Сосын Фрэнкте бізде 9 балық, ол содан 2-еуін сатып алды. Бұлай айтқанда, жалпы Джон Майклдан 5 балық сатып алды. Фрэнктен 2 балық сатып алды. Сол үшін қанша теңге төледі? 420 теңге төледі. 420 теңге. Ол не деген сөз? Демек, бір балықтың бағасы бізде 60 теңге тұрады. Бір балықтың бағасы 60 теңге. Сосын әрқайсына жеке-жеке көбейтеміз. Онда ақшаны қалай бөліп алады? Майкл бізде 300 теңге алады. Өйткені одан 5 балық сатып алды. Фрэнктен 2 балық сатып алды. Ол үшін оған 120 теңге берген. Жалпы жауабы 300 және 120. Есепті басында оқыған кезде бір оңай сияқты көрінді. Сосын барлықтарын көбісі сендер не деп белгіледіңдер? 240 және жаңа 180 деп. Бірақ ол қате жауап. Мынау -9 емес, ол жалпы сызықша ғой. Мына жер -9 емес, ол сызықша ғой, сөйлемдегі сызықша. Грамматика бойынша. Ол жерде 9, ол сөйлем жазған кезде солай сызықша қойылған. Жалпы түсінікті, бұндай есептерде біз 3-ші адам қанша балықты сатып алғанын табуымыз керек. Өйткені ол барлық балықтар үшін ақша төлемейді, ол өзі жеген үшін төлейді. Бесте 2 қатынас қалай шықты? Енді бізде былай, әр адамда 7 балықтан қалу керек. Әр адамда бізде 7 балықтан қалу керек. Мысалы, Майклда 12 балық қой, Майклда 12 балық. Ода өзіне 7 қалады, 5-еуін ол не істейді? 5 балықты Джонға береді. 5-еуін Джонға береді. Фрэнкте бізде 9 балық, ол өзіне 7-еуін алады да, 2-еуін кімге береді? Джонға береді. Сол, Джон 7 балық үшін 420 теңге төлейді, әрі балық 60 теңгеден. Сосын ақшаны Майклға бөліп береді. Майклға 300 теңге береді, Фрэнкке 120 теңге береді. 21-ге бөлмейміз, себебі Джон барлық балықтар үшін ақша төлемейді. Ол 21 балықтың барлығын сатып алған жоқ қой Джон. Джон тек өзі жегені, яғни өзі 7 балық жейді, соны ғана төлейді. Ол барлық 21 балық үшін ақша төлемейді. Себебі Джон мен Фрэнк та өздері, Майкл мен Фрэнк та жеді ғой, өз балықтарын олар да жеді ғой. Демек, Джон бір ғана бөлігіне ақша төлеген. Ол 7 балық үшін төлеген деген сөз. Жалпы Джон барлық балықтар үшін ақша төлеген жоқ. Ол өзі жегенін төледі. Оның жегенін табу үшін сол барлық балықтарды 3-ке бөлеміз. Жақсы, яғни мәтіндік есептерде шамалы мұқият болу керек. Мына есеп бір оққанда оңай сияқты көрінді, бірақ шығару жолы жаңағыдай ғой. Бұл есеп көп оқушыны шатастыратын есептер. Ағай стоп дейді. Ал күтіп тұрмын, Дәулет. Қазір Дәулет бірнәрсе айтып жатқан сияқты, күте тұрайық. Тоқтаңдар деп жазды бізге. Енді сорпаны дайындаған кезде барлық балықтардан дайындайды ғой. Енді бір сорпаға 21 балық салған. Сосын барлығы соны бөліп ішкен кезде, енді бәріне 7 балықтан тиеді. Яғни бүкіл сорпаны Джон өзі ішкен жоқ. Бүкіл сорпаны 3 адам бірге ішті. Мен сендерде WhatsApp-та жоқпын, бұны онлайн сабақты ұйымдастырушы ағай апайлардан сұрап аларсыңдар. Мен сендердің WhatsApp номерлерінде білмеймін. Сол ұйымдастырушы ағай апайлар сендерге кейін өздері жіберер. Жақсы ма? Онда келесі сұраққа көшейік. 10-шы сұрақ. Қайрат 25 майшам сатып алды. Майшам деген свечи. Ол күніне бір майшам жағады. Күніне бір майшам деген бұл да маңызды. Яғни бір күнде бір майшам. Егер 9
қолданылған майшамның қалдығынан бүтін бір май шазам жасауға болса, Қайрат майшамдарын неше күн пайдаланды дейді. Иә, дұрыс. Жалпы былай ғой, мына екінші сөйлемнен нені түсінуге болады? Екінші сөйлемнен бізге нені түсінуге болады? Бұл маңызды. Екінші сөйлем, мен мына жерін қоршап қояйын. Екінші сөйлем мағынасы 9 майшам 10 күнге жетеді деген сөз ғой. 9 майшам 10 күнге жетеді деген мағынаны білдіреді. Сонда бізде 45 майшам бар. Енді пропорциямен шығарсақ, бізде 45 майшам бар. Ол қанша күнге жетеді деген сөз ғой. Енді бұл майшамдар саны 5 есе көп болса, демек ол 50 күнге жетеді. Екінші сөйлемді дұрыс түсіну керек. Екінші сөйлем 9 майшам 10 күнге жетеді дегенді білдіреді. Демек 45 майшам пропорциямен табуға болады, ол 50 күнге жетеді. Бұл бізде тура пропорция. Майшам көп болса, көп күнге жетеді, тура пропорция. Көбісіне 50 шыққан, көбісі бұл есеп түсінген сияқты, онда келесі есепке өте берейік. Түсінікті, жалпы екінші сөйлем ол бізге пропорцияны құруға керек сөйлем. Келесі 11-ші есеп. Мына есепті мұқият қарайық. Суреті де бар. Қабырғалардың ұзындығы 4 және 2 бірлік болатын тіктөртбұрыш төмендегі суретте көрсетілгендей етіп, бірінің астына бірі орналастырылған. Жалпы 10 тіктөртбұрыш, мына жалпы саны 10. Тіктөртбұрыш қолданылған фигураның периметрін табыңыз. Периметр деген қабырғалардың қосындысы. Мына есептің шартын оқысаңдар, мен суретті көрсетіп үлкейтейін, сосын сурет бойынша есеп шығарамыз. Жалпы периметр дегенде бірінші дұрыс түсінейік. Периметр деген ол қабырғалардың қосындысы, бірақ қандай қабырғалардың қосындысы? Мұна тек сыртқыларын ғана қосасыңдар. Мына сыртқыларын қосуға арасында тұрған жерлерді қоспаймыз. Кейде оқушылар байқамай істейді, бір тіктөртбұрыштың периметрін табады да, барлығын жаңа 10-ға көбейтіп жібереді. Олай емес, бұл есеп олай шықпайды. Периметр деген жалпы шекараның ұзындығы, шекара, мына фигураның шекарасы. Осының ұзындығын табу керек. Мына жерде бізде тіктөртбұрыш, төртеу бізде жалпы сұрақта 10 болса қалай болады деп сұрапты. Біз соны қазір табайық. 84, 44, 36 әртүрлі. Жалпы бұл есепті қалай түсінікті шығаруға болады? Мен сендерге айтатын былай, бұл есепті шығарған кезде былай шығарсаңыз болады. Сол жақтарын, оң жақтарын бөлек санап алсаңдар болады. Сол жағы, қабырғаның сол жақ қабырғасы, сосын оң жағы, одан кейін жаңа асты мен үсті ұзындықтар ғой. Осы бөліп алсаңдар болады. Мысалы, сол жағы қанша қабырға болады? Мына жерде сол жағында 2 болса, мынаның барлығы 2, 2, 2, демек 4 тіктөртбұрыш болған кезде 4 сол жағы болды. Енді 10 болса, демек сол жақ қабырға 10 болады, жалпы 20. Бұл сол жағындағы қабырғаларды есептейтін болсақ. Оң жағындағы қабырғалар, ол да солай 2, 2, 2. Бізде 10 тіктөртбұрыш болса, демек оң жақ қабырға бізде 10 рет қайталанады. Демек ол да 2/10 20-ға тең. Енді асты мен үстін санау керек. Асты мен үстін қалай санаймыз? Оны қызылмен жазайын. Ең үсті ол 4, түсінікті, ең үсті 4. Бұдан кейін мынау сызықтар нені білдіреді? Мынау сызықтар геометрияда жалпы қабырға 2-ге теңдей бөлінген деген сөз. Тек есеп шартында олай айтылмаған, бірақ мына жерде мына белгілер геометрияда олар теңдей бөлінген дегенді білдіреді. Мысалы, жалпы ұзындығы 2 болса, соны 2-ге бөлеміз. Әр қайсысы 2-2-ден. Бірақ мына арасында тұрған қабырға саналмайды. Енді мынау қабырғада 2 екенін түсіну керек. Түсінікті, мынау қабырға 2 және мынауда шығып тұрғаны 2. Мына жер бізде 2, мынау да бізде 2. Одан кейін мынау жер 2, мына жер 2. Сосын астыңғы қабырға қайтадан 4. Бұл енді 4 тіктөртбұрыш болған кезде дәл осындай логикамен оның санау керек. Енді ең үстіңгі қабырға 4 болады. Одан кейін ең астыңғы қабырға ол да 4. Екеуін санап қояйық. Сосын арасында қанша бар? Арасындағы қабырғалар, олар да 4, бірақ олардан қанша болады? 9 болады. Арасындағы қабырғалардың ұзындығы 4, бірақ олардан саны 9. Олардың саны 9. Соны мұқият болу керек. Өйткені мына жерде қандай 4 тіктөртбұрыш бар, 4-еу, бірақ арасындағы қабырғалар саны 3-еу. Сонда мына жерде асты үстіңгі ұзындықтарын бәрін қоссаңдар 44 болады.
Енді периметр деген барлық қабырғаның қосындысы. Сол жақ қабырғалардың қосындысы 20, оң жақ қабырғалардың қосындысы 20, астында, үстінде және арасында тұрған қабырғалардың қосындысы 44. Жалпы барлығын қоссақ 84. Жалпы 84. Енді ыңғайлы болу үшін осылай сол жағын бөлек, оң жағын бөлек, сосын асты мен үстін бөлек санасындар болады. Төрт екеу ғой, төртті екі рет қостым ғой. Мына жерде мынау ең үстіңгі қабырға, мынау ең астыңғы қабырға. Мынау арасында тұрған қабырғалар. Мыналар арасында тұрған қабырғалар. Неге 36, 136 дейді? Елу дейді. Сол жақ, оң жақ қабырға деп шығардық. 88, 96. Қайттан шығарып көрейік мұнда. Қазір қайттан шығарамыз. Есептің шартын мүмкін оқып үлгермей қалған шығарсыңдар. Есептің шартын қайттан көрсетейін. Қараңдар, есептің шартын қараңдар. Мына суретте төртеу ғана берілген. Суретте бізге төртеу ғана берілген. Бірақ есептің шарты бойынша бізде осындай 10 тіктөртбұрыш болса қанша болады дейді. 10 тіктөртбұрыш. Бізге төртеу емес, 10-ын табу керек. 10 тіктөртбұрыш табу керек. 10 есептеуге. Мына есептің шартында 10. Мен есептің шартын бір рет оқыдым да, одан кейін суретті көрсетіп кеттім. Төртеу болса, 36 шығар, бірақ мына 10 есептеуге. Енді басқаша шығару жолын былай көрейік. Басқаша шығару жолын қалай шығарып көреміз? Мен былай түсіндіріп көрейін енді. Сендер былай қарап көріңдер. Ең үстінде тұрған тіктөртбұрыш, ең үстінде тұрған тіктөртбұрыштың мынау қабырғаның ұзындығы қанша болады? 4 қосу 4, 2 қосу 4 қосу 2, жалпы мынау мына жердің периметрі қазірше бізде 8, Мынаны да қосайық. Мына мен көкпен бояп қойған жерлердің қабырғаларын қоссақ, қанша болады? 10 болады. Сосын келесі тіктөртбұрышты санайық. Келесі тіктөртбұрыш мына жер 2, мына жер 2. Мынау да 2, мынау да 2. Мына жер 2, мынау 2, мынау 2, мынау да 2. Жалпы қанша? 8. Яғни арасында тұрған тіктөртбұрыштардың ұзындықтары, қабырғаларын қоссаңдар 8 болады. Мына да дәл сондай ғой фигура. Мынау 2, 2, мынау да 2-де 2. Жалпы қоссаңдар қанша болады? 8. Сосын ең астыңғысы, ол ең үстіңгі тіктөртбұрыш сияқты. Мына жер 2, мына жер 4, мынау 2, мынау 2 болады да, жалпы 10 болады. Бірақ бұл жерде бізде тіктөртбұрыштардың саны төртеу болған кезде бізге айтады 10 болса қалай болады? 10 тіктөртбұрыш болса, енді оның суретін салсақ қиын болып кетеді. Суретін салмай көрейік. 10 тіктөртбұрыш болса, ең үстіңгісі 10 болады, сосын ең астыңғысы 10 болады. Қанша тіктөртбұрыш? Бұл жерде екеуін қолдандық, арасында 8. Арасында 8 тіктөртбұрыш, әрқайсысының қабырғаларын қосқанда 8 болады, жалпы 84, солай да шығаруға болады. 8 көбейтсе 8 64 болады, 10-ды көбейтсек 20 болады. Дұрыс. Ең үстіңгі мен ең астыңғысын бөлек санасындар болады, арасындағылардың бөлек санасындар болады. Енді түсінікті болды ма, оқушылар? Пон болса, онда әрі қарай жалғастырайық. Барлықтарын пон ба? Кетті онда. Бұл есептің шығару жолдары әртүрлі болуы мүмкін, бірі басқаша шығару мүмкін, бірақ жалпы жауабы 89 болады. Есепті оқығанда мұқият оқыңдар және маңызды жерлерін қоршап қою керек. Мысалы, сұрақта 10 тіктөртбұрыш деген. Жаңағыдай болуы мүмкін да, барлығы суретке қарап төртеуін есептеу мүмкін, 36 деп белгілеп жіберуі мүмкін. Сол үшін сұрақты оқығанда сондай әдет болсын сендерде. Маңызды жерлерін қоршап отырыңдар. Бұл жақсы әдет болады. Мұқияттылыққа берген есепте. Ау, ерден айта бер.
Менің микрофоным қосылып тұр ғой, естілмей тұр ма? Сендердің микрофондарыңды қосу керек па? Мына жерде оқушылар көп, сондықтан қазір микрофондарымды қоссам, жаңағыдай бір-бірімізді естімей қаламыз. Шамалы шу болып кетуі мүмкін. Қазір онда Ерденнің микрофонын қосайық. Ерден микрофон қай Ерден? анау көкпен бөледі. Сол жағындай астында екі ғой. 4. Сондайдан оңтүстігі бар. 40, 4, 4, 5, 88 ғой ма? Жоқ, мына жерде ең үсті мен ең астының тіктөртбұрыш бірдей, бірақ арасындағылары басқаша шамалы. Мынау қызылмен боялған жерлерді ғана қосамыз. Мына екі сыртта тұрған жерін қосамыз. Мына арасындағыларын қоспаймыз. Мына арасында мынау жасыл тұр ғой, мына жерді есептемейміз, себебі бұл периметрға жатпайды. Периметр деген ол шек арасы, сыртында тұрған. Сол жағындағы мен анау не екіншісі бөліп тұрған жер екі ғой. Екеуін қосып жіберсең 4 ғой. Сондайдан Мына екеуін бар емес айтып тұрсың ба? па? Мына екеуін? 14-ке 10-ды көбейтсек 40. Жоқ. Мынау сол жағында қарамен көрсетіп тұр. Иә. Қарамен көкпен. Сол екеуі қоссаң 4. Осындайдан оңтүстігі бар. 13-ті көбейтсең 40. Ол екен 40. Ана жерінде де 40, 80. Мынау ұзындан 4, ол екеуі барсын. 88 емес пе? Олай есептегенде, мынау соңғы тіктөртбұрыштың ұзындығын сен кейбір қабырғаларды 2 рет есептеп жіберіп тұрсың. Ал сен мына екеуін мынадан 10 штук бар деп есептесең, сен былай айтып тұрсың ғой, мынадан 10 штук бар деп. Онда соңғы қабырғаны сен 4 деп ала алмайсың ғой. Соңғы қабырғаны сен уже бір бөлігін есептеп қоясың. Қайта мұқият шығарып көр, менде қазір шамалы уақыт азайып жатыр. Жауабы 84 болу керек. Қайтадан үйде бір шығарып көр. Анадай 10 тіктөртбұрыш салып, өзің айтқандай есептеп көр. Кейбір қабырғалар ол жерде 2 рет есептеліп кетіп тұр. Сол үшін жауап шамалы басқаша шығып тұр. Қайтадан үйде бір рет шығарып көр. Яғни кейбір қабырғалар 2 рет есептеліп кетеді, сол кезде жауабы шамалы басқаша шығады. Келесі есеп мынандай, 12-ші есеп. Скрин. Мына нені ғана бере салайын. Келесі 12-ші есеп. 16 ұяшықтан құралған кесте берілген. Бұл кестеге 1-ден бастап 16-ға дейін сандар төмендегі шарттарға байланысты орналасқан. Әр ұяшықтағы сан 10 жағындағы саннан үлкен болу керек. Яғни мысалы 5 болса, одан кейін 4, одан кейін 3, одан кейін 2 деген сияқты орналасу керек. 10 жағындағы саннан үлкен болу керек. Ұяшықтағы сандар әртүрлі. Әртүрлі деген сөз, бір санды 2 рет қайталана алмайды. 2 рет қайталануға болмайды. Олай болса, боялған ұяшықтарға сәйкес келетін сандардың қосындысы ең көп. Ең көп деген сөздің мағынасы, біз бұл жерлерге үлкен сандар қоюымыз керек. Ең үлкен сандарды қоюымыз керек. Енді қарайық. Ең бірінші тіктөртбұрыш, мына жерге 16-ны қоямыз. Бізге 16 ең үлкен сан, оны қолдану керек, оны пайдалану керек. Мына жерде 16 болады. Одан кейін былай жазбаймыз, 15, 14, 13 деп жазбаймыз. Былай ретімен тұрысы деп айтылмаған, сондықтан былай жазбаймыз. Біздің мақсат жасылмен боялған жерлер үлкен сандар болу керек. Біз 15-ті қай жерге жазуымыз керек? 15-ті мына жерге жазу керек. Содан кейін қандай сан тұрады? 14 болады. Сосын 13 деп жалғастырмаймыз. 13-ті қайда жазамыз? Мына жерге жазамыз. Мынау 2, мына жер 11. Мына боялған тіктөртбұрыштардың ішінде сандар, ең үлкен сандар осылар: 16, 14, 11. Бұл жерде басқа сандар тұра алмайды. Басқа сандар қойсаңдар, уже кішкентай сандар болып кетеді. Сондықтан 16 қосу 14 қосу 11 жалпы 41 болады.
Амир, қай жерін түсінбей қалдым? Мына ең бірінші шартты дұрыс түсіну керек. Оқушылар, ең бірінші шарт. Оң жақта тұрған сандардан үлкен болу тең осы ғой маңызды жері. Есептің логикасы осы жерде. Біз кез келген сандарды қоя алмаймыз. Басынан бастайық. Қараңдар, бізге айтады, 1-ден 16-ға дейін сандар қою керек. Бізде ең үлкен сан 16, иә? Мына жерде ең үлкен сан 16. Біз уже 16-ны қолдандық. Екінші шарт қандай? Сандар әртүрлі. Егер мына тіктөртбұрышқа сендер 15-ті жазсаңдар, оның алдында қандай сан болу керек? Одан үлкен сан тұру керек қой. Демек, оның алдында 16 тұру керек. Бірақ 16-ны біз екінші рет қайталай алмаймыз. 16-ны екінші рет қайталауға болмайды. Мына жерде айтылған екінші шарт. Сандар әртүрлі болу керек. Қайталауға болмайды. Сондықтан мына жерге 15-ті жаза алмаймыз. Себебі 15 жазсақ, оның алдында үлкен сан тұру керек. Ал одан үлкен сан ол 16. Бірақ біз 16-ны уже қолданып қойдық. Сол үшін былайынан 15-ті жаза алмаймыз. Онда бізде қалай жазамыз? 15 пен 14-ті жазамыз. Мына жерде 15, мына жер 14. Сосын келесі үлкен сан 13 қой. Оны да мына жерге жазуға болмайды. Себебі оны жазсақ, оның алдында 14 болу керек. Ол кезде уже сандар келмей қалады. Сол үшін біз 13-ті мына жерге, 12 мына жерге, 11 мына жерге и барлығын қоссаңдар 41 болады. Иә, 16-ға дейін десе 16 тоже оған кіреді. Себебі бізде не ғой? 16 тіктөртті, мына жерде 16 ұяшық бар ғой, демек 16 сан қолдану керек. 12 ағай қоюға болады ғой. Қараңдар, жасылға 12-ні қойсақ, мына жерге 12-ні қойсақ, оның алдында қандай сан болу керек? 13 болу керек. Оның алдында қандай сан болу керек? 14 болу керек. Ол кезде 14 екі рет қайталанып кетеді. Сондықтан біз 14-ті жаза алмаймыз. Сонда алдындағы ұяшықтар бос болмау керек, бірақ та ұяшықтар бос бола алмайды. Айтқан идеяларында осылай тексеріп көрсеңдер болады. Егер 12-ні жазсақ, демек оның алдында 13 болу керек, оның алдында 14 болу керек, ал 14 екі рет қайталанып кетеді. Сол үшін 12 келмейді. Сондықтан мына жерде 13-тен басталады, мына 12-ден, мына жерде 10-дар. Сондықтан жалпы жауабы 41 болады. Сендерге мына видеоны немесе файлды ұйымдастырушы ағай апайлар жібереді. Иә, менде уақыт аз, келесі есепке көше берейік. Сол кезде скрин жасап аларсыңдар. Басқа сандар қойсақ, ол мәні уже кіші болып кетеді ғой. Бізге есепте ең көп дегенді табу керек. Басқа жағдайлар бар, басқа сандарда келеді мына жерге. Мысалы 11-ні орнына 10 жазуға болады, 5 жазуға болады. Бірақ сұрақ бойынша бізге ең үлкен сандарды қою керек. Өйткені ең көбін табу керек. Басқа сандар жарайды, бірақ сұраққа қарап біз шығардық. Сұрақта ең үлкен сандарды табу керек. Сұрақты мен қоршап қойдым, ең көп деп тұр. Сол үшін біз ең үлкен сандарды қолдандық. Келесі 13-ші есеп. Радиусы 3 бөлінген пиге тең дөңгелек А нүктесінен бастап қозғалып 93 см жол жүрген. 93 см жол жүрген. Сол кезде мына қабырғаға келіп тіреледі дейді. Қабырғаға тірелген дөңгелек қандай жағдайда болады? Бізде жалпы дөңгелек бір рет толық айналған кезде қандай жол жүретін табу керек? Ол бізде шеңбердің ұзындығы. Шеңбердің ұзындығын егер білетін болсаңдар, ол 2π көбейтілген радиус. Бұл шеңбердің бізде ұзындығы. Яғни бізде 2π көбейтілген радиус есепте берілген, ол 3 бөлінген π деп айтылған. 3 бөлінген π-ді қойсақ, π мен π қысқарады 6. Бұл не деген сөз? Бір рет бір айналым, бір рет айналу, бір айналым. Ол бізде 6 сантиметрді білдіреді. Бір рет айналсақ, 6 сантиметр болады. Түсінікті? Енді 90-ға жақын, 93-ке жақын 6-ға бөлінетін сан, ол бізде 90. Яғни 15 рет айналсақ, 15
15 рет айналса, 15 айналым. Ол не болады? Бізде 90 сантиметр болады. Яғни 90 сантиметр жолды ол 15 рет айналады да, соңында қайтадан бастапқы қалыпта тұрады. Толық бір рет айналсақ, біз бастапқы қалыпта тұрамыз. Бізде қазір уже мына жер 90 сантиметр деп ойласаңдар болады. Мынау уже 90 сантиметр. Түсінікті? Бір рет айналу 6 сантиметр, бұл шеңбердің ұзындығы. 15 рет айналса 90 сантиметр болады. Бізде әлі қанша жол бар? Әлі 3 сантиметр жол бар. Бізде әлі 3 сантиметр жол бар. 3 сантиметр жол ол не деген сөз? Ол жарты айналым деген сөз. Түсінікті? Бір айналым 6 сантиметр болса, жарты айналым ол не болады? 3 сантиметр болады. Жарты айналым ол 3 сантиметр. Жарты айналу деген сөз, мына шеңбер жарты рет айналады, немесе 180 градусқа айналады деген сөз ғой. Жарты айналым 180 градусқа айналады деген сөз. Чатта көп жаза бермеңдер. Бір рет жазсаңдар жеткілікті. Түсінікті? Мынау 180 градусқа айналса, қандай жағдайда болады? Мына жер боялады. Сонда жауабы сын нұсқасы болады. Алты бөлу пи. Жоқ, пилерді қысқарып жібердік қой, мына жерде көбейткенде мына 2 пи қысқарады ғой. Ол пи деген сан ғой, ол да. Олар қысқарады. Шеңбердің ұзындығы ол бір айналымды білдіреді. Бір айналым, бір рет айналу ол 6 сантиметр. 15 рет айналсақ 90 сантиметр. Бізде әлі 3 сантиметр бар. Ал 3 сантиметр ол 6-ның жартысы ғой. 3 сантиметр 6-ның жартысы. 6-ның жартысы деген сөз шеңбер жарты айналым жасайды. Яғни 180 градусқа ғана айналады. Жарты рет айналса, осындай жағдайда болады. Жауабы С. Келесі 14-ші есеп. Суреттегідей ені 5 сантиметр болатын 2 квадраттан құралған бір тіктөртбұрыш берілген. Ондағы суреттегі боялған бөліктің ауданы қанша болатынын есептеңіз. Мына жерде бізге боялған бөліктерді табу керек. Енді есептің шығару жолы қалай? Былай суретке қарасақ, бұл негізінде қиын фигура, шеңбер, сол шеңбердің бір бөлігі боялған деген сияқты. Бірақ есептің шығару жолы былай. Мына бос орындар, мына боялған бөлікті мына жерге қойсаңдар, не шығады? Толық үшбұрыш шығады. Мына жерге апарып қойсаңдар, мына бөлікті мына жерге қойсақ, мынаны мына жерге қойсақ, бізде не болады? Толық жатындай үшбұрыш шығады. Толық үшбұрыш шығады. Мынау да сондай болады. Жалпы бізде қандай квадраттың жартысы сол жағында, оң жағында да квадраттың жартысы. Екеуін бір-біріне орналастырсыңдар, жалпы толық бір квадрат шығады. Ал квадраттың қабырғалары 5, онда ауданы 25. Жалпы жауабы 25 болады. Жауабы 25 болады. Шығару жолы идеясы былай. Мына боялған бөлікті мына жерге қоямыз, мына боялған бөлікті мына жерге қоямыз. Сонда 2 үшбұрыш пайда болады. Мен жанына салып қойдым, мен суреттің үстіне боясам түсініксіз, мен жанына салып қойдым. Мынандай 2 үшбұрыш пайда болады. Бұл енді шаршының жартысы. Сол жағында бір жартысы, оң жағында бір жартысы. Екеуін біріктірсеңдер, толық бір шаршы шығады. Шаршының қабырғасы 5 болса, ауданы 25. Пи деп айтылған себебі оқушыны шатастыру үшін. Себебі мына суретте негізінде шеңбер бар ғой бізде. Егер бір оқушы шеңбер арқылы есепті шығарам десе, ол жаңағыдай ойлайды, пиді берілген, демек мен шеңбер арқылы шығаруым керек деп ойлайды. Бірақ шығару жолы былай айтқанда логический. Мына фигураларды толықтыру керек. Пазл сияқты, пазлға қатысты есеп қой, мына толық фигуралы жасап аламыз. Пиді ол шатастыру үшін берілген. Оны қолдану деген міндетті түрде емес. Біреуге қажет болса, солай қолданады. Ары қарай 15-ші есеп. Бір су құйылып, тығынымен бекітілген құмыра бар дейді. Суреттегі берілген мәліметтерге сүйене отырып, құмыраның сыйымдылығы қанша сантиметр көп болатынын есептеңіз. Осы жерде де айтылған пиді 3 деп аламыз дейді. Құмыра түбінің диаметрі 4 сантиметр. Енді мына екі суреттен бізге жалпы мынау құмыраның көлемін табу керек. Құмыраның көлемін табу керек. Мен сендерге бірінші көлем не екенін айтайын.
кез келген енді көлемді тапқан кезде көлем бізде табанның ауданы, енді табанды қандай фигура бар, соның ауданын аламыз да, аудан деп жазайын, табанның ауданы. Соны неге көбейтеміз? Биіктікке көбейтеміз. Түсінікті? Жалпы көлем деген осы. Табанда қандай фигура бар, соның ауданын биіктікке көбейту керек. Енді бірінші сурет пен екінші суретте нені байқауға барады? Бірінші сурет пен екінші суретте судың көлемі өзгермейді. Бірінші мәлімет біз байқау керек сол. Судың көлемі өзгермейді. Бұл өте маңызды, есептен шығаруға осы қазір бізге көмектеседі. Түсінікті? Жалпы екі суретте құмыраны айналдырып қойған кезде де бәрібір мына жердегі су мен мына жердегі су бірдей. Одан су өзгермейді. Судың көлемі өзгеріп кетпейді. Құмыраны қалай айналдырып қойсақ та ішінде тұрған су өзгермейді, ол себебі айтып тұр, ол жабылған, құмыра жабылған, сондықтан ішіне су төгілмейді, демек судың көлемі өзгермей қала береді. Енді бірінші суреттегі судың көлемін тауып алайық. Бірінші суретте мына сол жағында, ол жерде судың көлемін табайық. Судың көлемі бірінші сурет бойынша. Табаны ол бізде қандай? Табаны бірінші суретте, жалпы құмыраның табаны ол бізде дөңгелек. Дөңгелектің ауданын қалай табамыз? Бізге айтқан диаметрі 4 деп есепте айтылған. Есепте құмыраның түбінің диаметрі 4 деп айтылған. Диаметрі 4 болса, онда радиус 2 деген сөз. Радиус 2 деген сөз. Радиус 2 болса, дөңгелектің ауданын қалай табамыз? Дөңгелектің ауданы ол пи көбейтілген радиустың квадраты. Есептің шартында айтылған, пиді 3 деп алыңдар деп айтылған есептің шартында. Демек, пидің орнына 3 қоямыз. Радиус бізде 2, 2-нің квадраты. Жалпы 12. Табанның ауданы, құмыраның табаны, дөңгелектің ауданы 12. 12-ні биіктікке көбейтеміз. Судың биіктігі 6. Мына суретте судың биіктігі керек бізге, бөтелкедік емес, судыкі керек. Судың биіктігі 6. 12-ні 6-ға көбейтсек 72. Бұл бізде әзірше судың несі? Көлемі. Түсінікті ма? Біз әзірше судың көлемін таптық. Сұрақта құмыраныкін табу керек. Судыкін емес, құмыраныкін табу керек. Енді екінші суретке қараймыз. Екінші сурет. Мына судың биіктігі 8 см деп айтқан екінші суретте. Ал онда қалған мына бос жердің биіктігі қанша болады? 2 см. Себебі жалпы биіктігі 10 см деп бірінші суретте көрсетілген. Екінші суретте судың биіктігі 8 болса, қалған бос жердің биіктігі 2 см. Енді бұл бос жер, мына жерде бос жердің көлемі, ол да не болып тұр? Ол да бізде цилиндр ғой. Мен қазір екінші суреттегі бос жердің көлемін есептеймін. Ол жерді қызылмен бояп қояйын. Екінші суретте бос жердің көлемі мынау бізде. Түсінікті ма? Мына жер. Бұл жердің табаны дөңгелек, оның ауданын біз білеміз. Оның ауданы 12. 12-ні биіктігіне көбейтсек 2 болады. Оның биіктігі қанша? 2 көбейтсек 24. Сол, екінші суретте судың көлемі мен бос тұрған жердің көлемін қоссақ, не болады? Жалпы құмыраның көлемі шығады. Екінші сурет бойынша судың көлемі 72, бос жердің көлемі 24, қоссақ 96. Жауабы 96, дұрыс 96 деген. Екінші суретте енді жарты шарқа тәрізді жердің аудан, мына жердің көлемін біз таба алмаймыз. Мына бірінші суретте мына жердің көлемін біз таба алмаймыз. Себебі бұл бізде жарты шар және төбесінде мынандай бір тағы да кішкентай бір бөлігі бар. Бұл жердің көлемін біз таба алмаймыз. Сосын біз екінші сурет бойынша есептедік. Екінші суретте судың көлемі қажет. Біз судың көлемін тауып алдық. Сосын бос жердің көлемі керек. Оның да көлемін тауып алдық. Сөйтіп екеуін қосып жібердік. Бұл да есеп, жаңа пазл сияқты есеп. Бұл да пазл сияқты есеп. Логичный шамалы логикамен қарау керек. Өйткені біз кез келген жердің көлемін есептей алмаймыз. Ол қиын ғой. Мысалы, бірінші суретте жаңа бос тұрған жердің көлемін есептеу қиын. Сол үшін бізге екі сурет берілген. Екінші суретте бос жердің көлемін есептеу оңай. Жалпы бұл жерден сендер екі нәрсе біле аласыңдар. Көлемнің формуласын, және бұл жерде құмыраны қалай қойсақ та судың көлемі өзгермейді. Бізде әрі қарай мына жақта есептер бар. Оларды шығарып үлгермей қалдық.
мүмкін келесі сабақта сендерге мұғалімдер түсіндіретін шығар. Бүгін шығарған сұрақтар бойынша, есептер бойынша сұрақтарың бар ма? Ау, Диас. PDF файлды мен сендерге жібере алмаймын, себебі мен сендердің чаттарында жоқпын WhatsApp'та. Оны жаңа ұйымдастырушы ағайларын немесе апайларың болса, сол ағай апайларға жазыңдар. Бүгінгі есептерді жібере аласыздар ма деп. Мүмкін сол апайлар жібереді. Иә, мен ол чатта жоқпын, сол үшін мен ол жерде ешнәрсе жаза алмаймын. 9-шы есеп дейді. 9-шы есепті көрсетейін. 9-шы есеп не мынау? Я сабақ аяқтайық, 1 сағат уақыт болды, шыға берсеңдер болады. Сұрақтар болса, осы чатқа жазыңдар, осы жерде жауап беремін. Сау болыңдар. Оқыс жоқ, сендерге де рахмет. Кешкі уақытта уақыттарыңды бөліп қатысып отқандарына, барлықтарына сәттілік тілеймін емтиханда. Басқа есеп керек емес па, болды ма? PDF файлды мұғалімдердің жіберетін шығар. Оны сол ағайлардан сұрайсың. Сабақты осымен аяқталды. Қатысқандарына, тыңдағандарына көп рахмет. Барлықтарына сәттілік. Екінші есеп.